Ал көк байрағымыз шетелдерде екі жағдайда ғана көтеріледі. Бірі мемлекет басшысы ресми сапармен барғанда, екіншісі спортшылар алтын медаль алғанда. Сәйкесінше кейінгі кезде елімізде түрлі спорттық нысандар бой көтеріп, спортшыларға жасалатын қолдау күшейді. Әлем және Олимпиада чемпионы атанған жерлестеріміздің қатары артты. Әріптесім Аслан Қаженов қазақстандық спортшылардың соңғы жылдағы жетістіктерін саралап көрген еді. Я благодарен господину президенту нашему Руслану Абишевичу, потому что я никогда не забываю тех людей, которые мне помогают по жизни, которые в меня верят и которые ставят на меня и говорят, он выиграет этот парень. И поэтому я посвящаю своему президенту и народу. 2014 қараша Алматы. Осыдан тура бір жыл бұрын өткен әлем чемпионатында ауыр атлеттеріміз 3 бірдей алтын ұтып алды. Сәйкесінше алдағы олимпиадаға жоспары да кемінде сондай. Илья Ильиннің өз жеңісін елбасымен байланыстыруы бекер емес. Мемлекет басшысы барлық спортшыларға осылай қолдау жасап, үлкен сенім артады. Мәселен, Серік Сәпиевті Бейжің олимпиадасындағы жеңілісінен кейін президент шақырып, әлі-ақ биік тұғырдан көрінесің деп үміт ұялатқан. Нәтижесі Лондон олимпиадасындағы алтын дейді чемпион. Бейжің олимпиададан кейін мен ұтылып қалдым ғой. Сол біздің президентіміз қолдады, шақырды ақордаға, жақсы сөздер айтты. Мен Лондоннан кейін сенімді ақтадым. Сол үшін мен өте қуаныштымын. Кейінгі жылы дәл осы Серік Сәпиев басқарған Астана Арландары бүкіл әлемдік бокс сериясының 2 дүркін чемпион атанды. Тек Арландар ғана емес, Астана президенті кәсіпқой спорт клубына кіретін командалардың қай-қайсы да соңғы уақытта жетістіктерін еселеді. Сәйкесінше Астана деген бренд қалыптасып, күннен күнге кеңінен етек жайып келеді. Елбасының клуб алдына қойған негізгі тапсырмасы да осы еді. Әсіресе жеткен жетістікке тоқмейілсімей жаңа чемпиондар толқынын дайындауға көп көңіл бөлінеді. Елбасымыздың тарапынан барлық жағдайлар жасап спортқа деген. Енді қалғаны өзіміздің қолымызда. Жаттығулар жасап, жақсылап дайындалу керек. Мемлекет басшысы тек танымал саңлақтар мен командаларға ғана емес, жалпы бұқаралық спортқа да жан бітірді. Елімізде бүгінге дейін бой көтерген зәулім спорттық кешендер соның айқын дәлелі. Спорт нысандары демекші, алдағы жылдары елімізде әлемдегі ең айтулы деген кешендер бой көтереді. Мәселен, мынау жекпе-жек түрлеріне арналған спорт сарайы. 5000 орындық кешен келесі жылы қолданысқа берілу керек. Ал мынау олимпиада резервтерін дайындайтын орталық. Жалпы бұндай құрылыстар еліміздің барлық аймақтарында қарқынды жүріп жатыр. Сәйкесінше күн санап өркендеп келе жатқан қалаларымыздың мерейі мен көркін одан сайын еселей түсері анық. Жалпы қай іс болмасын, елбасының 2020 жылға дейін халықтың 30% бұқаралық спортпен айналысу керек деген тапсырмасын орындауға үлкен серпін берері анық. Аслан Қаженов, Жандос Битабаров, 24 KZ.